Сәлем достар, сіздермен болған мен Жулсай Бока Олд, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде директордың қызы 4-ші бөлім. Бұл әрине соңғы серия болады. Менің арнама тіркеліп жазылып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Балалар, бүгін сендердің апайларың ауырып қалды, сондықтан мен соңғы орнына келдім. Сіз сонда математикадан бересіз ба? Я білмеуші едің. Сен айтпақшы, мектептен жаңадан келген директордың қызы емессің ба? Я соның қызымын. Жарайды. Сабақ жақсы оқитын шығарсың? Я жақсы оқимын. Бопты, басқаларын көре жатармыз. Апайлардың үй тапсырмасына не берді? X туралы жазып келді. Қазір үй тапсырмасы тексеремін. Так. Атың кім? Аружан. Так. Немене? Үй тапсырмасын орындамағансың ба? Не қарап жүрсің? Үйіңде не істейсің? Сабақ орындаймын. Енді орындаса дұрыстап. Не нау? Так. Сенің атың кім? Лаура. Немене атың? Так. Сен де тура сондайсың. Екеуіңе. Так, атың кім? Елдос. Не кітапты әлі ашпағансың? Қате көп. 3,5. Так, директордың қызы сені көрейік. Молодец, директордың қызына сай екенсің, жақсы. Сенің атың кім? Менің атым Азере. Елдоспен бірдей, бірақ 4. Қолың әдемі екен. Сенің атың кім? Ердос. Сенің қолың жаман, еще есеп дұрыс шығармағансың. 3. Так, бәрімді тексеріп шыққан жармын, ұшқаңды ал. Сабақты орындап келетін бол. Так, қай тақырыпқа келіңдер, біреуің маған кітапты беріңдерші. Әкеш кітабымды. Қиын тақырыпқа кепсіңдер. Сабақтың соңы. Балалар, мен түсіндіргенде есептер шығарып келесіңдер. Уақыт жетпей қалдына үй тапсырманды тексереміз деп, шығарып келетін болыңдар. Ертең де апайларын келмеуі мүмкін. Біздің бұрынғы апай жақсы еді. Я, қате бұл біздің бағамызды көтеретін еді. Соғойна, бұл жетіп 3,5 қоя саған. Сені қойш, бізге 2 қоя салды қой. Сендерге үйретейін ба? Я, үйретші бізге. Бірақ сен бізді кешіресің ба? Я, кешіремін, просто сендер менің сыныптастарымсыңдар, сосын мен сендер көмектесем. Айкөркем, сен бізге өйтіп көмектесесің деп ойламаппын. Бәріміз доспыз ғой. Рахмет. Мен қазір сендерге үйрете берейін. Қараңдар. Біраз уақыттан кейін. Күшті сүндіресің ғой. Я, күшті сүндіресің. Я, енді күшті ғой. Сен өскенде не боласың, бірақ директор болуға болады саған. Бірақ жоқ, мен дәрігер боламын. Бірақ сен директорде бола аласың. Жоқ, мен директор болғым келмейді. Жарайды. Онда біз қайта берейік, енді уақыт болып қалды, негізі баяғыда кететін уақытымыз еді, бірақ есеп сынамағанымыз өзімізге пайдалы болды. Я. Енді бәріміз кетейік. Я, сенің сабақ үйреткенің күшті болды, енді мен бәрін біліп, сабақты 5-ке оқитын боламын. Дәл мен де сондай. Сен әжеңді күтпейсің ба? Ол ерте кетіп қалған. Онда бірге кеттік. Жүріңдер. Үйге де жеттім ау. Қызым кеп қапсың ғой. Мен сені онсыз да күтіп отыр едім. Әже, жайшылық па, не үшін күтіп отырсың мені? Киімді ауыстырып, сумкаңды қойып бер, сосын айтамын. Жарайды. Қандай жаңалық екен ол? Так, мен киімге бүгін осындай киейін. Әдемі шығар. Мен келдім, айта беріңіз жаңалығыңызды. Қызым, сен ертең
қайтып Астанаға ата-анаңмен кетесің. Не? Сіз ше? Мен осы жерде директор болып жұмысқа тұрғандықтан осы жерде қаламын, осы үйде. Ата-анам не үшін ол жерге кетейін деп жатыр? Әдемі, осы жер әдемі, мен уже достарым бар ғой. Ол жақта ата-анаң жұмысы шығып қалды, соқтағы мектептегілер сені сұрап жатыр екен. Керек болып тұр екенсің. Не үшін керек болып қалдым ол жерде? Миллиондаған оқушылар бар ғой. Иманда мен керек болып қалдым. Себебі сен ол жерде документтерің, мынандай. Бұл жерге вообще-то сен уақытша ғана келдің. Жақсы достар тауып алып едім. Жазда бұл жерге келесің ғой. Жарайды, әже. Бір не деген жаман жаңалық алдым. Мен енді не істеймін? Біреу звондап жатыр ма? Дауыс мына жерден шығып жатыр ғой. Ана сыныптастарым ғой. Алло, Айкөркем, қалайсың, не істеп жатсың? Біз сенің үйіңе келе жатырық. Менің үйіме келмей қойыңдар. Не қып, Айкөркем? Біз ата-анаммен Астанаға қайтып көшетін болдық. Не үшін көшесіңдер? Ата-анам соқтан жұмыс бар, ата-анам соқтан жұмыс шықпады. Оқытта жұмысқа сен не қатысың бар? Ол жерде мектептегілер шақырып жатыр. Не үшін ол жақта шығып кеткен жоқсың ба? Жоқ, бұл жерге Алматыға мен уақытша ғана келгенмін. Жақсы дос болып жатқан едік қой. Бірақ әжемді көндіре алмадым мен. Өкінішті екен. Бірақ қашан келесің сен? Жазда, әжем айту бойынша жазда келем-ау. Жаз әлі ұзақ қой. Сол ғой мен де әжеге айтып атқан, бірақ әжем келіспеді. Онда қоштасып үлгерейік, бір жерде кездесейік бәріміз. Сөйтейікші, әжемнен сұрап көрейін. Жарайды, давай. Енді әжем бұған енді рұқсат беретін шығар. Әже, ау қызым, мен сыныптастарыммен бір жерге қыдырайын деп едім. Бүгін соңғы күніміз ғой. Соңғы күндерім болғандықтан жіберемін. Рахмет, әже. Енді бір әдемі көйлегімді киіп алайын. Жоқ, бұл қарапайым. Жоқ, бұл да қарапайым. Осы әдемі. Осыны да алайын. Телефонымды алайын, кете берейін. Әже, мен кетіп барамын. Жаның жолың болсын. Рахмет. Достар, мен келдім. Келдің ба? Көп кешіп кеттің ғой. Просто жол ұзақ болды. Отыра бер. Сенің әлі кетеріңе сенбей жатырмын. Сол ғой, бүгін ғана достасып едік қой. Енді бұл жері жаман болып қалды. Көңіл-күйімізді түсірмей, соңғы күнімізді жақсы өткізейік. Мен келісемін. Қарпыз жейік. Мектептеші мен сені алғаш көргенде жақтырмап едім ғой. Сол кезде мен сіңбеп едім. Мен вообще-то саған мән бермейтін едім ғой. Мен бұны алғаш көргенде дос болғым келді. Басымыздан 2 күн бұрынғы көптеген жайт болды. Мына жерде мороженое сатып жатыр екен, бәрімізге алайық па? Менің тамағым ауырады, мен алмаймын. Маған керек емес. Қағандарымыз ала береміз. Менен басқа. Келіңдер, балалар, мороженое аласыңдар ма? 5 беріңізші. Қазір 5 беремін. Қазір біреуін әкетеміз. 4-леріңе. Қазір өзімдікін әкеп алайын. Менің тамағым ауырғандықтан жемейтін мен жыным кеп тұр. Сендерге қара қызған тұрмға көреді. Ала берсей? Жоқ, тамағым ауырады. Жарайды, жеп алайық. Мороженое тәтті ғой, Әжеңіз звондап жатқан сияқты. Қайда не үшін звондап жатыр екен? Алло, әже. Қызым, кел, қазір кетесің. Не қып, әже?
Ну, ата-анаң бүгін кетеміз деп айтып жатыр. Бірақ кеш батып кетті ғой. Ну, қызым, тез кел. Жарайды, әже. Той, сау болыңдар. Жазда кездесеміз. Иә. Той, ол менің ең жақсы құрбым еді ғой. Ну, жылама, біз бармыз ғой, сенің құрбың боламыз. Шын айтасың ба? Иә. Мен келдім. Бұл тез киімді дайында, қазір анақты өзінің киімдерін дайындап жатыр. Астанадан кететін жаман екен. Бар киімді дайында. Жарайды. Шебаның киімдерін алса болайын. Бөлмем. Жүр, болып кеттік. Сау болыңыз, әже, сау болыңыз, тәтем. Әлі жазда келесің ғой, бір алыс жаға кетіп баратқандай. Вообще келмейтіндей. Просто достарым сағынып жатырмын. Әлі кездесесің жазда. Қызым, бұл нақты анашың көріп те отыр. Иә. Кеттік. Жарайды, бізде жұмысымызды жасайық. Достар, осымен сериал аяқталады. Ну, қызық болатса, екінші маусымын шығаратын шығармын. Осы видео көп просмотр, лайк, коммент жинап жатса, мен екінші маусымын шығарамын. Ал сау болыңыздар, достар.